Сәлеметсіздер ме балалар? Біз бүгін 2 классқа арналған дүниетану сабағымызды бастаймыз. Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз Қазақстанға саяхат. Мен сіздерді Қазақстанның кейбір қалаларына саяхат жасауға шақырамын. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты түрлі дереккөздерді зерделеу арқылы көне қалалар мен ескерткіштерді сипаттау. Балалар, бүгінгі сабағымызда Қазақстанның туристік жерлерімен танысатын боласыңдар. Енді мына шатасқан әріптерді орындарына қойып, сөздерді дұрыс құрастырып көрейік. Жарайсыңдар балалар. Сіздер сөздерді дұрыс құрастыра алдыңдар. Туризм және турист деген сөз шықты. Олай болатын болса, туризм деген не? Турист деген кім? Туризм адамның бос уақытында өз еркінше демалу үшін басқа бір жерге ерікті түрде саяхаттап, серуендеп баруы. Ал турист сол саяхатқа шығатын адам, яғни туризммен айналысатын адам. Сенің турист болғың келе ме? Ендеше Қазақстанның кейбір аймақтарына саяхат жасап көрейік. Қазір Қазақстанда туризмнің барлық түрі бар. Туристерді біздің еліміздің көне тарихы мен мәдениеті, табиғатының сұлулығы мен алуан түрлілігі қызықтырады. Мұнда сенің алдыңда Қазақстанның картасы. Яғни картадан Қазақстанның қай аймақтарына, қай жерлеріне саяхаттауға болатыны көрсетілген. Біз бүгін киелі Түркістанға, Алматы қаласына, Көкшетау қаласына және де Нұр-Сұлтан қаласына саяхатқа барамыз. Балалар, Түркістан қаласы туралы айтатын болсақ, Түркістан Қазақстандағы ең көне қалалардың бірі. Оның іргетасы 5-6 ғасырларда қаланған екен. Осы Түркістанда Қожа Ахмет Яссауи кесенесі бар. Бұл Қазақстандағы әйгілі ескерткіштердің бірі болып саналады. Сіздердің көріп тұрған суреттеріңіз сол Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Балалар, біз Көкшетау қаласына да келіп жеттік. Көкшетау Қазақстанның солтүстігінде орналасқан тарихи географиялық аймақ. Аймақтың орталығын Көкшетау қыраты алып жатыр. Сол қыратта Көкше деп аталатын биік тау бар екен. Табиғаты өте әсем Бурабай көлі осы Көкшетау қыратындағы тұйық көл екен. Қазақстанның үнжу маржаны болып есептелетін осы Бурабай көлі. Ал келесі суретте жұмбақтас. Бурабайдың сыңсыған қайыңдары мен қарағайларының арасында айнадай жарқыраған күміс көл жатыр. Сол күміс көлдің ортасында судан шығып келе жатқандай көрініс беретін жартас бірден көз тартады. Әрбір қырынан қараған сайын бұл жартас мұң құбылып, әртүрлі жұмбақ мүсінді елестетеді. Содан болар халық оны жұмбақтас деп атап кеткен екен. Саяхатымызды жалғастыра отырып, Алматы қаласына да келіп жеттік. Бұл Алматы қаласы Қазақстанның ең үлкен қаласы екен. Ол Іле Алатауының баурайында, Қазақстанның оңтүстік шығысында орналасқан. Осы Алматы қаласынан 70 шақырым жерде Таңбалы тас деген жер бар. Тастың беті толған сурет, ол суреттер тасқа қашалып салынған. Мінеки балалар, сіздердің көріп тұрған суреттеріңіз сол таңбалы тастың бейнесі. Бұл таңбалы тас бірнеше жылғадан және өзектерден тұрады. Тастың бетіне таутекенің, бұғының, киіктің, жылқы, бұқалардың кескіндері қашалып салынған. Қолдарына ұзын
найза ұстап, белдеріне қылыш асынған сарбаздардың суретінде көруге болады. Зерттеу барысында бұл таңбалы тас, бұл жердің тас дәуірінде адамдардың табынатын қасиетті мекені болғандығы анықталған. Ал мына суретте балалар Алматы қаласындағы әйгілі Медеу мұз айдынының суреті. Бұл Медеу мұз айдынына жыл сайын туристер көптеп келеді екен. Саяхатымызды жалғастыра отырып, Нұрсұлтан қаласына да келіп жеттік. Нұрсұлтанның бұрынғы аталары Целиноград, Ақмола, Астана. Нұрсұлтан қаласы Қазақстанның орталық бөлігінің солтүстігінде Есіл өзенінің жағасында орналасқан. Қазіргі таңда Нұрсұлтан қаласы күннен күнге шарықтап, дамып, көркейіп келе жатқан бас қаламыз екен балалар. Балалар, мына суреттерге назар аударыңыздар. Бірінші суретте бұл Бәйтерек монументі. Бәйтерек монументі Нұрсұлтан қаласының негізгі көрікті жерлерінің бірі болып табылады. Және де қаланың басты нышаны екенін біз барлығымыз білеміз. Ал екінші суретте сулы жасыл желек жол. Бұл Хан Шатырдан Ақ Орда президентінің резиденциясына дейін созылған желек жол қызықты қалалық пейзаждарды көру үшін ең әдемі жаяу жүру аймағы болып табылады екен. Балалар, келесі суретті қараңыздар. Бірінші суретте бейбітшілік және келісім сарайы. Бұл Астананың көрікті жерлерінің бірі болып табылады. Бейбітшілік және келісім сарайы Қазақстандағы достық, бірлік пен бейбітшілік нышаны болып табылады екен. Келесі суретте Қазақстанның ұлттық мұражайы бейнеленген. Азиядағы ең жас және үлкен мұражай болып табылады. Келесі суретте Астана опера театры. Бұл Нұрсұлтан қаласындағы Астана опера театры Есілдің сол жағалауында орналасқан екен. Және де ғимараттың ауданы 64.000 шаршы метр. Оның үлкен залы 1250 орынға арналған екен. Ал келесі суретте Есіл өзенінің жағалауын көріп тұрсыңдар. Жазда Елорда тұрғындары серуендеу үшін осы Есіл өзенінің жағасына келеді екен. Және де Елорда тұрғындарының сүйікті жағалауына айналған өте әсем демалыс орындарының бірі екен. Тарихқа қызығатын адамдар Қазақстанның оңтүстігіне саяхат жасайды екен балалар. Көне заманда ол жермен әлемге әйгілі Ұлы Жібек жолы өткен. Оның бойында ашық аспан астындағы мұражайларға саяхаттау танымдық туризмге де жатады екен. Ендеше мен сіздерге тапсырма берейін. Бірінші тапсырма: егер саған еліміздің кез келген жеріне саяхат жасауға мүмкіндік болса, сен қай жерді таңдар едің? Неге? Және де ол саған несімен ұнайды? Екінші тапсырма: сенің Қазақстанда туристік саяхат жасаған жерлерің бар ма? Ол жайлы не айта аласың? Осы екі тапсырманы өз бетімше орындап көрейік. Балалар, берілген тапсырмаларды өте жақсы орындадыңыздар. Енді келесі бекіту сұрақтарына көшейік. Бүгінгі сабағымызда не туралы айтылды? Екінші сұрағымыз: сабақтағы мақсатымызға жете алдық па? Осы сұрақтарға
Жауап берейік. Сұрақтарға жауап беріп болсақ, балалар, үйге тапсырма алайық. Сіздерге берілетін тапсырма Қазақстанда саған таныс қандай туристік орындар бар? Олар жайлы әңгімелеу. Бүгінгі сабағымыз сәтті аяқталды. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.